Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысым астында аппараттарды эксплуатациялаудың қауіпсіздігі. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ: сығылған, сұйытылған және еріген газдарға арналған баллондар қауіпсіздігі. Екінші сұрақ: сұйытылған газдарды тасымалдауға арналған цистерналар мен ыдыстар. Қысым астында жұмыс жасайтын ыдыстар дегеніміз химиялық және жылулық процестердің жүргізілуіне арналған, сонымен қатар қысым астында сығылған, сұйытылған және де ерітілген газдар мен сұйықтықтарды тасымалдауына және сақталуына арналған герметикалық жабық сыйымдылықтарды айтамыз. Аталған ыдыстарды қолдану кезінде негізгі қауіпсіздік газдар мен булардың кенеттен әдебатты таралуы кезінде физикалық жарылыстың туындауы. Физикалық жарылыс кезінде сығылған орта энергиясы аз уақыт аралығында кинетикалық энергияға айналады. Әсіресе ыстық ортада ыдыстарға жарылыс өрт қаупі жоғары. Аз ғана массалы резервуардың өзі үлкен өрт ошақтарын тудырады. Қысым астында жұмыс жасайтын ыдыстардың жарылуы, аварияға ұшырауының негізгі себептеріне келесідей себептерді жатқызамыз. Максималды мүмкін қысым мен температураның ыдыс конструкциясының сәйкес келмеуі себебі, шектен тыс жоғарғы қысымның көтерілуі, қондырғының механикалық беріктілігінің төмендігі, немесе жұмыс режимдерінің дұрыс сақталмауы және қызмет көрсетуші жұмысшының квалификациясының төмендігі, яғни қауіпсіздік талаптарын сақтамауы. Қысым астында жұмыс жасайтын ыдыстарға қойылатын негізгі жалпы қауіпсіздік талаптар. Бірінші, ыдыстардың конструкциясы сенімді болу керек, механикалық мықты, және де осы қысым астында жұмыс істейтін ыдыстарды тазалау, үрлеу және жөндеу жұмыстары қауіпсіздік талаптарының барлық баптары мен ережелері сәйкес болуы керек және қатаң сақталуы тиіс. Екінші талабы, ыдыстардағы, яғни жоғарғы қысымда жұмыс істейтін ыдыстарда бақылау өлшеу аспаптарының дұрыс орналасуы, сәйкес келуі және де техникалық қызмет түрлері, қауіпсіздік ережелері қатаң сақталуы керек. Ыдыстарды дәнекерлеу қосындысын және элементін сапалық бақылауды өткізілу. Әр уақытта өткізілуі тиіс. Қандай бақылау түрлері? Бірінші, ыдыстарды сыртқы кейпін қадағалау және өлшеу. Екінші, ультрадыбыстық дефектоскопиясы, гамма сәулесі немесе рентген сәулесімен зерттеу және бақылау жұмыстары. Келесі, механикалық сынамалар өткізу мықтылығын. Келесі, металлографикалық тексеруден өткізілу. Келесі бақылау түрі гидравликалық сынақтан өткізу және де басқа да әдістермен сапалық бақылау әдістерін жүргізу. Келесі суретте көрсеткендей жоғарғы қысымдағы ыдыстарға қойылатын қауіпсіздік талаптары. Арматура өлшеуіш бақылау приборлары және сақтандырғыш құрылғылары. Қысым астында жұмыс жасайтын ыдыстарды қолдануды қамтамасыз ету үшін жұмысты басқарудың қауіпсіздік шарттары, қоршаған ортаның температурасы мен қысымын өлшеуге арналған приборлармен және де әртүрлі сақтандырғыш құрылғылармен, ілмекті арматурамен, сұйық деңгейін көрсеткіштермен жабдықталады. Температура мен қысымды өлшеуге арналған приборлар. Әрбір прибор манометр мен термометрмен жабдықталуы тиіс.
Манометр корпус штуцерінде, құбыр өткізгіштерде, ілмектар моторға дейін немесе басқару пультінде орналастырылады. Манометрдің дәлдік класы 2,5-тен төмен болмауы керек. Манометрді жұмыстық қысымды өлшеу шегі үштік шкаланың екіншісінде болатындай таңдайды. Жұмыс жасау шартына және де ортаның қасиетіне байланысты манометрді сифонды түтікшеге, май буферге немесе басқа да қоршаған орта әсері мен температурадан сақтайтын құрылғылармен жабдықтайды. Ұсынылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.